Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 30 минутта осындай дәмді болып шығатын медовик тортын жасап көрсететін боламын. Ең бірінші газымыздың үстіне осындай темір ыдысымызды қойып, 3 қасық үлкен әселді саламыз және де қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Толықтай еріп болған соң үстіне 1 чайный ложкада ас содасын салып, тағы да араластырамыз. Мұқият араластыруымыз керек, әселіміз күйіп кетпеуі үшін. Осында қоңыр түс болғаннан кейін газымыздың астын өшіреміз. Енді үстіне ерітілген сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. Онда електен өткізіп салуымыз керек, өткен онда електен өткізген кезде біздің корждарымыз жақсы көтеріліп, үлпілдеп болып пісіп шығады. Біздің қамырымыз осындай қою болуы керек. Енді пешімізді 200 градусқа қосып аламыз. Дайын болған қамырды пергамент қағазына үлкен 3 қасықтан салып, 4 бұрышты етіп, жайып, толықтай пісіріп аламыз. Менің корждарым 25-20 см диаметрде пісіп шығады. Өздеріңіз қалаған формада пісіріп алсаңыздар болады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Мен 20% қаймақты қолдандым және де үстіне қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Креміміз дайын болды. Міне біздің корждарымыз пісіп шықты. Шеттерін кесіп аламыз. Менде үлкен 3 корж шықты. Енді кремін жағып, тортымызды теретін боламыз. Достар, видео қарап отырып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай кетіңіздер. Мені соңғы коржын қойып, кремін жағып аламыз. Осыны кесіп алған шетіндегі корждарын үгітіп, тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Тортымыз дайын болған соң бірден кесіп, дастарханға қойсаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығатын медовик торттардың бірі. Бар жоғы 30 минутта дайын болатын. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, үлпілдек, нәзік торттардың бірі. Достар, баршаңызға ас болсын. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.